Қайырлы күн, менің есімім Толқынбекова Сабина, және де бүгінгі біздің тарихи шолуымыз ол Қазақстанның жаңа дәуірі болады. Яғни Қазақстанның жаңа дәуіріне біз мемлекеттігіміздің қайта жаңғыру кезеңіне туралы айтатын боламыз. Біз 20 ғасырдың соңындағы алып империя КСРУ-ның күйреуінен бастап тәуелсіздіктің алғашқы қиын жылдарындағы экономикалық реформалар мен әлеуметтік өзгерістерді талдайтын боламыз. Бұл кезең тек саяси картаның өзгеруі емес, бұл қазақ халқының өз тағдырын өз қолына алып, әлемдік аренада дербес мемлекет ретінде бой көтеруінің шежіресі. Назарларыңызға тәуелсіз Қазақстанның қалыптасу жолын ұсынамын. Ал енді бастап атап айтатын болсақ, 1991 жыл ол әлемдік саяси картаның түбегейлі өзгеруімен тарихқа енген жыл болып табылады. 20 ғасырдың соңына қарай Кеңес одағы терең саяси және экономикалық тығырыққа тіреледі. Осылай 80-ші жылдардың ортасында қайта құру саясаты басталады. Ол саясат күткен нәтижені бермей, керісінше орталық биліктің әлсіреуіне және ұлттық республикалардағы егемендікке ұмтылыстың артуына әкелген. 1991 жылғы тамыздағы мемлекеттік төңкеріс әрекеті империяның ыдырау процесін жеделдете түседі екен. Осы тарихи сәтте Қазақстан өзінің дербестігін айқындауына көшеді. 1991 жылы 1 желтоқсанда тұңғыш рет бүкіл халықтық президент сайлауы өтіп, Нұрсұлтан Назарбаев мемлекет басшысы болып сайланған. Бұл халықтың болашаққа деген сенімі мен бірлігін көрсеткен маңызды қадам болып табылады. Ал 16 желтоқсанда Қазақстан өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін жариялайды. Осылай Қазақстан Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігі туралы Конституция заңының қабылдауы ғасырлар бойғы аңсаған азаттық заңның айғағы болып табылады. Біз империя құрамынан ең соңғы болып шыққанымызбен тәуелсіздікті ең байсалды және ең бейбіт жолмен жариялап, халықаралық құқық шеңберінде өз орнымызды бекіттік. Ал бұл күн болса қазақ мемлекеттігінің жаңа дәуірі басталған, ұлттық рухтың жеңіске жеткен ұлы белгісі болып қала береді. Ендігі кезекте нарықтық қатынастарды қалыптастыру жөніндегі реформалар мен шетелдік инвестицияларды тарту саясаты туралы айтып өтетін боламыз. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстан экономикасы өте ауыр жағдайда болады. Ол бәрімізге мәлім. КСРУ-ның ыдырауымен бірге өндірістік байланыстар үзіліп, гиперинфляция мен жұмыссыздық белең алды. Осы тығырықтан шығу үшін мемлекет жоспарлы экономикадан нарықтық жүйеге көшудің батыл жолын таңдайды. Осылай 1993 жылы 15 қарашада ұлттық валюта теңгенің айналымға енуі экономикалық егемендігіміздің іргетасын қалайды. Бұл реформа мемлекетке дербес ақша-несие саясатын жүргізуге мүмкіндік береді. Мемлекет жаппай жекешелендіру процестерін бастап, кәсіпкерлікті дамытуға басымдық берген. Осылай экономиканы қысқа мерзімде аяғынан тік тұрғызу үшін ашық есік саясат жарияланады. Қазақстан өзінің табиғи байлығын тиімді пайдалану мақсатында әлемдік алпауыт компанияларды тарта бастайды. Олар Chevron, Shell, Samsung сияқты ірі трансұлттық компаниялардың мұнай-газ және металлургия салаларына инвестиция салуы жас мемлекеттің бюджетін толтырып, сонымен қатар инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік береді. Осылай инвестициялық климатты жақсарту үшін қабылданған заңдар Қазақстанды орталық Азиядағы көшбасшы елге айналдырды. Ал бұл стратегиялық қадамдар тек экономикалық өсімді ғана емес, сонымен қатар еліміздің әлемдік нарықтағы беделін нығайтып, тұрақты дамуын қадағалап, оған негізін қалаған екен. Ал енді тәуелсіздіктен кейінгі Қазақстанның этнодемографиялық жағдайы қалай өзгерді? Жалпы тәуелсіздік алған сәтте Қазақстанның демографиялық ахуалы өте
өте күрделі болған. Ғасырлар бойы жүргізілген отаршылдық саясат пен күштеп қоныс аударулардың салдарынан мемлекет құрушы ұлт ол қазақтардың үлесі өз жерінде 40%-ға да жетпейтін еді. Ал ұлттық бірегейлікті сақтау және демографиялық тепе-теңдікті қалпына келтіру ол мемлекеттік маңызды міндетке айналды. Осылай 1991 жылдың өзінде-ақ басталған ұлы көш саясаты әлемнің әр түкпіріндегі қазақтардың басын біріктіруге жол ашады. Ал мемлекет басшысының үндеуімен Моңғолия, Қытай, Өзбекстан, Түркия және Ресейден қандастарымыз тарихи отанына орала бастайды. Шетелдердегі қазақтарды көшіріп алу үрдісі еліміздің этно-демографиялық картасын түбегейлі өзгертеді. Осы уақытқа дейін 1 миллионнан астам қандасымыз елімізге оралып, Қазақстан халқының саны мен сапасын арттырады. Бұл көші-қон саясатының нәтижесінде қазақтардың үлесі бүгінде 70%-дан асып, мемлекеттік тілдің қолданыс аясы кеңейеді. Қандастарымызбен бірге ата дәстүр, ұлттық өнер мен жәдігерлер де оралып, рухани өмірімізді байытты. Мемлекет тарапынан көрсетілген қолдаулар, квоталар және әлеуметтік көмектер бұл процестің жүйелі жүруіне мүмкіндік берген екен. Осылайша демографиялық дағдарысты еңсерген Қазақстан бүгінде біртұтас ұлт ретінде нығайып келе жатыр. Ал енді Қазақстан Республикасының егемендік алғаннан кейінгі саясаты мен белсенділігі туралы айтатын болсақ, егемендік алған алғашқы күннен бастап Қазақстан әлемдік қоғамдастықта бейбітшіл мен жауапты мемлекет ретінде бой көрсеткісі келді. Ең алдымен Семей ядролық полигонын жауып, әлемдегі 4-ші ядролық арсеналдан өз еркімен бас тартты. Және де одан бас тарту ол еліміздің халықаралық беделін биіктеткен теңдессіз қадам болып табылады. Бұл шешім Қазақстанды жаһандық қарыз ұстану қозғалысының көшбасшысына айналдырды. Осылай мемлекетіміз көп векторлы сыртқы саясат ұстанымын таңдап, Ресей, Қытай, Америка, Еуропа одағы мен мұсылман елдермен тең дәрежелі өзара тиімді қарым-қатынас орнатты. Қазақстан беделді халықаралық құрылымдарда белсенді рөл атқарып келеді. Олардың қатарында Біріккен ұлттар ұйымы, ол жаһандық қауіпсіздікті сақтаудың басты алаңы. Еуропа қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ол 2010 жылы Қазақстан осы ұйымға төрағалық етіп, Астана саммитін жоғары деңгейде өткізді. Ендігі кезекте ол яғни Шанхай ынтымақтастық ұйымы. Ол аймақтық тұрақтылық пен экономикалық байланысты нығайтушы құрылым. Ал түркі мемлекеттері ұйымы ол бауырлас халықтардың мәдени және саяси бірлігін арттырушы күш. Сонымен қатар Қазақстан әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съездерін ұйымдастыру арқылы өркениеттер арасындағы диалогтың орталығына айналды. Осылайша біздің еліміз халықаралық даму мәселелерде, соның ішінде Сириядағы жағдайды реттеуге бағытталған Астана процесіне бітімгер ретінде танылды. Бұл белсенділік Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін нығайтып қана қоймай, оны жаһандық саясаттың маңызды ірі сенімді серіктесі ретінде бүкіл әлемге паш етті деуге де болады. Осылайша еліміз сыртқы саясатты сарабдал қадамдары арқылы өзінің егемендігін бекітіп, халықаралық аренада зор құрметке ие болады. Қорыта келе айтқанда, 1991 жылдан бастау алған қазақ мемлекеттігінің жаңғыру жолы ол нағыз жасампаздық пен табандылықтың үлгісі болып табылады. Біз ширек ғасырдан астам уақыт ішінде нарықтық экономиканы қалыптастырып, шекарамызды шегендеп, ұлттық бірегейлігімізді нығайта бастадық. Аштық пен қуғын-сүргінді империялық езуді артқа тастап, әлемге таныған егемен елге айналдық. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстан ол бейбітшілік пен келісімнің, тұрақты даму мен халықаралық ынтымақтастықтың мекені болып табылады. Тарихтың осы белестерін ұғыну бізге ертеңгі күнге
сеніммен қарауға және бабалар аманаты болған тәуелсіздікті қастерлеуге мүмкіндік береді. Назарларыңызға рахмет.